Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қазақстанда 40 қала салды деп дәріптелетін, көзі тірісінде-ақ халықтың құрметіне бөлінген Қонаев туралы атақты Жұмабек Тәшеновтің ұлы шындықты айтып берді. Ол мынадай шындық. Қонаев кезінде Өзбекстанға қазақтың оңтүстіктегі кейбір аудандарын тарту етпек болған екендігі. Қалайық, біз мұны ойдан немесе басқа да деректерден емес, сол жер үшін Мәскеудің өзін тыңдамаған атақты Тәшеновтің ұлының өз аузымен айтылған шындық сөздерін ұсынамыз. Қазақ даласының бір тұтам жер үшін күрескен, осы ісі үшін Мәскеудің өзімен тайталасқа түскен Жұмабек Тәшеновтің есімі бүгінгі ұрпақтың аузында аңыз болып айтылып жүр. Кеңестік кезеңде Тәшенов десе тіпті бүкіл одақты басқарып отырған Мәскеу саясаткерлерінің өзі қалтырап кеткені тарихтан белгілі. Қазақстанды бөлшектеп, айналасындағы елдерге қосып жібермек болған Хрущевтің ісіне қарсы тұрған жалғыз адам болса, ол осы Тәшенов болатын. Мәскеуден келе сала, көкірегіне нан піскен Соколов ешкімді тыңдамай, Хрущевтің абыройына сеніп, аталған облысты Қазақстаннан бөліп алып, ондағы қазақтарды Ресейдің құрамына қосуға әрекет жасап, тіпті бағынбауға айналған екен. Ашуға булыққан Тәшенов, яғни Қазақ КСР министрлер кеңесінің төрағасы Тәшенов, сол жылдың күзінде Целиноградқа ұшып келіп, Мәскеуден келген әлгі Соколовқа: «Тың өлкесі ешқашан Ресейге берілмейді. Егер бұйрығыма бағынбасаң, 24 сағаттың ішінде Қазақстаннан табаныңды жалтырат» дегенді айтқанда осы Тәшенов болатын. Алайда тәуелсіздіктен кейін есімін ел есінде қалдыруға биліктің басындағылар көп ұмтыла қоймады. Бүкіл одақты басқарып отырған Хрущевке қарсы шығып, Мәскеудің жоспарының күл талқанына шығарған, осыған себепші болған Тәшеновті орнынан алмайынша бұл жобаны істеу мүмкін еместігін білген Хрущевтің айналасындағылар өз дегендерін жасап, енді қазақтың адал перзенті Жұмабек Тәшеновті өз елін, оның ата-бабасынан қалған жерін қорғағаны үшін қызметінен шеттетіп, тіпті Қазақстанның солтүстігіндегі 5 облысты Ресейге қосуға қарсылық танытқаны және алғашқы жер дауында КСР-ның конституциясын алға тартқан азамат кейіннен оңтүстіктегі 3 облысты Өзбекстанға беруге қарсы болған үшін қудалап, елдегі ең жоғары қызметтен қарапайым облыстық атқару комитеті төрағасының орынбасарлығына дейін төмендетілген болатын. Алайда осы Тәшенов ағамыздың баласы сол кездері жаңадан билік басына келген Қонаев Қазақстанның 3 ауданын Өзбекстанға тарту еткісі келгендігін жайып салған болатын. Бұл туралы эксклюзив журналында Жұмабек Тәшеновтің ұлы Саян Тәшенов шындықты айтып былай деген еді. Соны тыңдап көріңіздер. Жұмабек Тәшеновтің ұлы былай деген болатын. 1960 жылы қаңтарда әкем Қазақ КСР министрлер кеңесінің төрағасы қызметіне тағайындалды. Арада бір жыл өткен соң, оңтүстік Қазақстанның мақта егетін 3 ауданын Өзбекстанға беру туралы айтылғанда, әкем бұл шешімге қарсы шықты. Бірақ оның қарсылығына ешкім қарамады, өйткені қаулының жобасы әзірленіп қойған еді. 1962-1964 жылы Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы болған Исмаил Юсупов өз мақаласында қазақ жерлерін Өзбекстанға беру жобасын Қонаев дайындағанын айтады. Қазақ КСР жоғары кеңесінің материал жинағында Қонаевтың сөйлеген сөздері жарияланған. Сонда Дінмұхамед Ахметұлы Қазақстан бұл жерлерді өз ағасына тарту ететіндігін айтыпты. Бұл ағасы сол кездегі Өзбек КСР коммунистік партиясының бірінші хатшысы Шараф Рашидов еді. Жақында Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған фильм шығады.
онда Қонаев пен менің әкемнің арасындағы байланыс жайлы эпизодтар болғандықтан мені кеңесшілікке шақырды. Алайда сценариймен танысып шыққан соң мен ұсыныстан бас тарттым. Онда Тәшенов пен Қонаевтың арасынан қыл өтпеген дос болғанын суреттеу үшін кейбір оқиғаларды ойдан қосқан. Олар тек қана қызмет бабымен ғана айналысты. Бұны ешқандай достық қарым-қатынас деуге келмейді деген болатын. Сонда бұл қалай болғаны? Атақты Қонаевтың мұндай қадамға барғаны шындық па? Өзбекстанның басшысына аға қылып, оған қазақтың жерін, нақтырақ айтқанда халықтың жерін бермек болғаны шындық па? Сіз қалай ойлайсыз? Құрметті халайық, өз ойыңызды комментарийге жазып қалдырыңыз. Және бұл видеоны қолыңыздан келгенше өз таныстарыңызға таратып жіберіңіз.